Еще хотите разнообразить? Ага, кетті. Қайырлы күн, әріптестер, қайырлы күн, оқушылар. Қалдарыңыз қалай? Кері байланыс берсеңіздер, баршаңызға естіліп тұр ма, көрініп тұр ма? Ал бастай береміз, өйткені уақыт аз ғой, білесіздер, мен 20 минут қана өтеміз сабақты. Өткен тақырыптар, иә, біз қазір 9 сыныпта Микрофон сөндірілді. естіліп тұр ғой, иә, болды, бастай береміз. Сонымен 9 сынып бойынша тригонометриялық өрнектерді біз тепе-тең түрлендіріп жатырмыз. Өте көптеген тригонометрия функция бойынша өте көптеген формулалармен біз таныстық 9 сыныпта. Сол формулаларды енді есептерді түрлендіруде қолданатын боламыз. Сабақтың мақсаты, яғни өрнектерді тепе-тең түрлендіруді орындау қажетпіз. Иә? Мен бірнеше қазір формулаларды қайталап тақтаға қазір жүргізсем. Бізге мына формула таныс, иә, оқушылар? Тригонометриялық ең негізгі тепе-теңдік формулалары барлығымыз жаттаған болатынбызбыз. Қазір осыларды мен тақтаға түсіріп тұрғаным, қазір есептер шығару барысында бізге осы формула қажет болады. Өте көптеген формулаларды өттік, жаңа айтып жатырмын, иә, мына тригонометрия функцияларын қосындысымен айырымын көбейтуге түрлендіру. Мінекей алдарына қазір әртүрлі мысалдар бар, сонда екеуін бірнеше әдіс тәсілдермен шығарып көрсететін боламын. Немесе көбейтіндіні қосындымен айырымға түрлендіру формуласы тұр. Жалпы жаңа формулалар, одан кейін таңба тұрақтылықтар, бізде білесіздер, иә, синус, тангенс, котангенс, үш тригонометрия функциямыз бізде. Тақ функцияда косинустың жүк функция, косинустың алдында минуспен градустарда келіп жатса, біз оны 10 таңбамен жазатын боламыз. Және осы формулаларды есептеп мұғалімдерінде күнделікті ол формулаларды немесе қайталау мақсатында емес, біз есеп шығару керекпіз, иә? Сондықтан мына алдарында бірнеше есеп тұр, қазір мен екеуін сендермен қазір талдайтын боламын, ал екеуін мұғалімдердің өздері көрсетеді. Жақсы ма? Мысалы, алдарында косинус 46, алынған косинус 74 градус деген тұр. Осы берілген өрнекті біз көбейтіндіге түрлендіруіміз керек, яғни айырманы түрлендіруіміз керек. Бізде косинус альфа минус косинус бета деген формула тұр. Жаңа алдарына жүгіртіп өттім мен бірнеше формуланы. Бұл формуламыз, яғни жазылады қалай болып жаңа, иә? Минус 2 синус. Не болады? Кім айталады? Біреу айтсын шыққан альфа альфа. Минус 2 синус 2-ден 46 қосылған 74. Синус 2-ден 46 синус қосып 2-ге бөлінді. Неше болады 46-74-ке? Оқушылар, 46-74 қосылғанда неше болады? минус 2 синус 60 болады. Жақсы, тамаша, сосын 46-тан 74-ті аламыз.
46'ın 74 saytamız. 74'ümüz yani 74'ün bizde son bizde 74'ümüz. Al 46'mız neçe болады? Minus 28'de minus 28 bölüнгендегі ол bizde 14 градус береді ма? Береді, иә? Мына синусты минус ескеріп теңдіктің алдына шығып кететін минус, содан 2 минус плюске айналып, нәтижесінде 2 10 санға айналып синус 60-тағы мәні 2-ге теңеді. 2-де неше? Бала тез жатқан беріңіз бәрімізді. Синус 60-тың мәні 2-де температурасы үш болатын, иә? Ал сен 14 жоқ. Негізі градус таблицасында бар. Бұны қолданатынбызсың геометрияда, бірақ енді бізде ол қазір алгебрада керек емес. Ары қарай екілеріміз қысқарады да, нәтижесінде температурасында 4 деген градусқа тең болады. Есебіміз көбейтуге түрленеді. Жыдан жазып алайық. Bastı mı? 2 косинус 15 градус қосылған 45 градус бөлінген 2. Косинус 15 градус минус 45 градус бөлінген 2. Тастауға болмайды. Енді әкеліп орындарына осы форманы қоямыз. 15-іміз бізде альфа, бетамыз 45. Қосамыз. Неше болады? 30. Сонда 2 косинус 30 градус. Косинус минус 15 градус. Минус 15 градус. İstemiydi. Şöyle koşunuz bizde. Жұп. Косинус 30 градус. 2-ден төбірасы 3, сонда 2 көйілген 2-ден төбірасы 3. Косинус 15 градус. Сарып кетеді, сонда төбірасы 3, косинус 15 градус. Da жазам келесі тапсырмаларды. Үшіден енді бірінші тапсырма сіздерге көріну үшін тапсырма. Жаңа слайдта формула тұр, өздеріңді білесіңдер. Кезек жазып алыңыздар. Кезек жазамын. Şu кезек сендерде мынадай есеп берілді. Косинус 50 градус, осыған синус квадрат 25 градус. Қандай осы есепке қандай формуланы қолданасыздар? Әлде бірден шығарып кете береміз бе? Айтып отырсыздар, идеяларын болса айта қойыңдар. 50-ді 2 көбейту 25 деп алуға бола ма? Иә. Давай. Косинус 2 көбейту 25 градус деп жазаламыз. Косинус синус квадрат 25 градус. Тең.
Endi mana жазу bizde kosinus 2 alfani beredi ya. Kosinus 2 alfamız formulası қалай еді? Балалар, kosinus 2 alfanın formulası қалай еді? Kosinus kvadrat алынған Квадрат минус синус квадраты. ал синус квадрат 25 Buraya косинус синус 25 градус. Сол кезде байқаймыз, бізде мінекей мына формуланы да ашып жаздық, келесі өрнегімізді жазып қойдық. Мында қарама-қарсы қамбада өрнек тұр, бізде олар қазір не істейді? Қысқарып кетеді де нәтижесінде косинус квадрат 25-ке тең болады. Косинус квадрат 25 градус. Жазып алайық. Енді осы есептің алты деп тұрсақ, бізде осы есептің басқа да шешу жолын көрсетіп жіберейін. Әзірше жазып алыңдар, 1 минут берейін. Жазып ала қойыңдар. Айта қойыңдар. Әдейі мен сендер жазбасын деп тосып тұрмын. Ал айта қойыңдар. Мына жазба сендерге көрініп тұр ма? Тақта сендерге тек жағайында балалар айтыңдар. Көріне ме? Анық болмай тұр. Тек жақсан ше. Алсам көрініп. Бұлай істерек. Синус квадрат 25 деп тұр ма жерде? Я. Вот. Мұғалімдерге оған біз есептер көп шығарғанбыз. Енді сонымен косинус 50 градусымызды жазып қояйық. Қосылған ол формула 2-ден 1. Жақшада 1 алынға қалай формуласы бізде 1 алынға косинус 2 альфаның 2 альфаның 2 альфа 25. Ал жақшаны ашып, түрлендіру жасаймыз енді. Осы жерге жазып, түсініп алыңдар, қазір жалғастырамыз. Жақшаны ашамыз қазір. Ордама кеттік ал, косинус 50-ді жазамын. Түсініп жазып отырыңдар, жасыма 2-ден 1-ді 1-ге көбейтілгенде 2-ді минус 2-ден 1 косинус менде 50 градус. Көбейтілді ғой 2-ден 1. Енді ұсақ мүшелерді біріктіреміз. 1 косинус 50 градус көріп тұрғандарындай минус 2-ден 1, яғни 0,5 жартысы тұр, 1-дің. Яғни екеуі бірден азайтып, нәтижесінде біз мынандай жазбаны алатын боламыз. Кейін 2-ден 1-ді жазып қояйық. Косинус 2-ден 1. Мына 2-ден 1-ді жазып қойдың көпсіндер ғой, балалар. Көріп тұрмасыңдерге? Және де мына айырманы орындағының кезде менде 2-ден 1 косинус 50 қалады.
Енді бірден шығарып жүрейін, ақшаға менде бір қосу косинус 2 себебінен 25 градусын береді, иә? Жаңағы формула, теріс формула. Сонда ол бізде ненің формуласы тағы да дәрежені төмендету формуласы. Яғни оның мәні косинус квадрат 25 градусқа тең. Түсінікті ма? Мінекей. Бір есепті екі тәсілмен шығарып көрсетті. Жазып ала қойыңдар. Түсінікті болып жатыр ма? Кері байланыстыр айтып жүріңдерші балалар. Иә. Көрініп тұр ғой, иә? Иә, көрініп тұр. Жақсы. Келесі бізде төртінші есепті көрсетейін. Қазір төртінші есепті мен жазамын балалар. Сол төртінші есеп үш тәсілмен шешіледі. Енді одан да басқа да шешім бар шығар, бірақ мен әзірге сол есептің үш шешу жолын білемін. Соны қазір сіздерге көрсетемін. Неге? Өйткені алдағы уақыттарда бұл тригонометриялық тепе-теңдік формулалары өте көп есептерде қолданылады. Әсіресе 11-ші сыныпқа барғанда балалар, сіздер математиканы таңдасаңдар, міндетті түрде тригонометриялық теңдеулер, теңсіздіктер шешкен кезде 10-ші сыныпта болады. Тағы да басқа да тақырыптар өтіледі. Сол кезде сіздерге бұл формулалардың барлығы керек. Сондықтан биылғы 9-ші сыныпта өткен барлық формулаларды бір дәптерге жазып, жаттап жүріңдер, жақсы ма? Төртінші есептің бірінші А деп қойып тәсілі. Былай есеп беріледі. Котангенс альфа қосылған тангенс альфа бөлінген котангенс альфа минус тангенс альфа. Осы есепті қалай түрлендіріп шығарар едіңдер балалар? Сізде қандай ой бар? Айта отырыңдар. Сендерде басқа тәсіл бар шығар, осы есепті шығаруды. Сендерде өздеріне бір кез формула түсіп, сендерде слайдта көрсетіп кеткен сол формуланы қолдануға болады бір тәсілде. Қайсысы? Айта беріңдер, мен жазамын. Қанқи, оқушылар. Çok көріп балалар. Айтып отырыңдар. Котангенс альфа қандай тригонометриялық функциялардың қатынасы еді? Тангенс альфа ше. Кері байланысқа шығайық балалар. Оқушылар. Жаңа қатысып отырыңдар ғой, сол балалар қатысыңдаршы тағы да. Мәндердің орнына қоямыз ба? Мәндердің орнына қоямыз ғой. Сол тангенс синустың косинусқа қатынасы деген сияқты. Қатынасы, тангенсіміз керісінше синус альфаның косинус альфаға қатынасы, иә? Тура солай, бөлімінде тура жазып қоямыз. Синустың синусқа қатынасы, синустың косинусқа қатынасы. Енді жеке алымымен бөлімі жеке ортақ бөлімге келтіреді балалар. Мына ортақ бөлімге келтірген кезде көрсетілгендердің синуспен косинустың көбейтісі, синус альфа косинус альфа. Ал ортақ бөлімге келгенде мында бізге ортақ көбейткіш косинус альфадан түседі. Мына бөлшекке синус альфа түседі. Әр бөлшекке ортақ бөлімін, әр бөлшекке бөлеміз. Бөлімге синусқа қысқа косинус қалды.
ortak bölümde koşulda bölümünde koşulda çıkarıp çiğnep kalады. Енді мына ауылдардың ортасының түске көтергенде бізде көшіміз квадрат қосылған синус квадрат альфа болады екен. Түсінікті болу үшін сендерге мына бізде бөлшектің сызығы білдіреді. Келесі орынға шығарды. Қарап отырыңдар. Тағы да ортақ бөлімнің синус альфа, косинус альфа. Мында косинус альфа. Toplantının işlerimiz yazılıyor. Son bizde koşunuz kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa. Енді қарасақ, бағанағы бірінші кездегі формулалар бойынша бізде мына косинусты неге тең? Балалар, неге тең? Айта қойыңдар. Камераны жақында ұстап. Көрдіңіз бе? Иә. Қалай, көрдіңіз бе? Иә. Айта қойыңдар ал. Синус квадрат альфа мен косинус квадрат альфаның қосындысы неге тең? Бірге. Тамаша, бірге тең. Жақсы. Ал косинус квадрат альфа алып синус квадрат альфа неге тең? Балалар, косинус квадрат алынған синус квадрат альфа. Мына косинусты бірге тең, дұрыс. Ал мұнда ше? Қос бұрыштың формуласы қайсысына тең? Тез косинус 2 альфаға тең. Иә, балалар, формулалар жаттап жүреміз. Косинус 2 альфа. Сонымен, мінекей мен қазір бірінші өрнек бойынша мінекей жазып қойдым ғой, бөлшектен косинус альфа мен косинус альфаның көбейтісінен бірді жазып қойдым ғой. Енді бөлік көбейтуге алмасып, келесі бөлшегіміз терісіне ауысады, иә? Синус альфа мен косинус альфаның алымына жібердім, косинус 2 альфаны бөлікке жібердім. Нәтижесінде бізде мыналар бізде қысқарып, бір бөлікке косинус 2 альфаның жауабы 2 альфадан 1 болады екен. Түсінікті ма? Бір көшіріп алды қағылсыны, басқа әдісін көрсетемін. Var dedi. Katangent alfa degenimiz katangentsin көбейтіндісі мында жазылсын керек. Тангенс альфа мен katangent альфаның көбейтіндісі бізде 1. Осы формула, міне формула жазып жатырмыз, иә? Сол кезде katangent альфамыз немесе tangent альфамыз ол керісінше tangent альфадан 1 болады. Осының біреуін бас осы жерде қолданамыз. Мен katangent орнына қолданып жіберейін, иә? Bir bölüngen tangent альфа minus bizde plus tangent альфа. Bir alып шығамыз. Тура солай бөлікте де жазайық. Tangent альфадан 1 азайту tangent альфа. Енді бұл есепті ортақ бөлімге береміз. Жеке-жеке алымның бөлімін сол кезде tangent альфа 1 ден сөйлейтін болады. Tangent альфадан бөлінеді. Алымның мен жұмыс істеп жатырмыз. Tangent альфа келіп онда, мұнда жазып қойып яғни 1 қосылған tangent квадрат альфа. Иә, балалар, көбейттік. Тура солай бөлімде де жұмыс жүргіземіз.
tangens alfadan bir tangens kvadrat alfa. O şekilde bir olması okutlar maksimum 5. sırada. Endi көбейтін деген отырып бөлшектің орнына ауыстырып. Ал tangens kvadrat alfa бағана жазған ең негізгі тепе-теңдік формулада бір формулада бар бізде кездесті. Ол қосынды неге тең? Ана алынып бір қосын tangens kvadrat alfa. Котангенс алфа. А? Айта қойыңдар. Оқушылар бір қосы tangens kvadrat alfa неге тең? Сіздер білесіңдер, мынау формула, мен күттімін. Мынау формула. Неге тең? Бір бөлінген косинус квадрат альфа балалар. Саған айтты, слайдта көрсеткен сіздерге. Bir bölüngen kosinüs kvadrat alfa. Nasıl жақсы алған? Енді tangens альфасын жазып қояйын. Көбейту tangens альфаны алмастырайық. Мұнда бөлімнен көбейтіп ауысқанда алымы бөліміне бөлімі алынады деп. Біраздан tangens квадрат альфада біз не істей аламыз енді ал? Балалар, қараңдар, мен неге келіп жатырмын? Тангенстен қысқартып жібердім, байқадыңдар ғой, иә? Тұрсыңдар. Ал мында косинус. Менде мынада тангенс. Мен косинуске ауысып жатырмын. Мен нешеме мында не істеу керек? Формула қолдануым керек, иә? Тангенс квадратты синустың косинуске қатынасын жаңа тепе-теңдікте тағы да аламын мен. Бір азайту синус квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфа деп осы ортақ бөлімге келтіремін. Қайттан жазамын, менде мында бір бөлінген косинус квадрат альфа қалды. Көбейту. Енді менде қазір косинус квадрат альфа не істеп түседі? Бөлшекті. Алымына кетеді. Алымында косинус квадрат альфа, ал синус квадрат альфа болады. Ортақ бөлім бергенде, иә? Жаңа есепте кездесін сендерде оқушылар. Так қысқарады. Сонда мына бізде формула косбұрыштың сол кезде бізде жауабы косинус 2 альфадан 1 болады екен. Түсінікті ме? Мынау енді сендерде екінші жауап, мына бағанағы бірінші жауап. Тездетіп жазып алайық. Енді үшінші тәсілін көрсетем, сонымен ары қарай сосын мұғалімдерге жалғастырайық. Қазір мен мына жерде үшінші тәсілін жаза салайын. Бірден. Шатасқы үшінші тәсіл. Осы бөлшекке балалар тангенс альфа біз білеміз, бөлшектің негізгі қасиеті бойынша бөлшектің негізгі қасиетінде не дейді? Алымында бөлімінде бірдей санға көбейтіп бөлуге болады. Бөлшек бізде ешқандай мәнін өзгертпейді, жоймайды. Ары қарай онда былай істесек, тангенске көбейтейік. Алымында бөлімінде. Жақшан ашсақ, бір тангенс пен тангенс Не жазып жатыр?
O'zim qarasam, to'g'ri, o'zi. Kimisi darslikda qo'shqarga isterini aytadi. Bir qaysida bir qo'shib qoladi. Bir alfangizda bir alu sinus kvadrat alfaning qo'shim kvadrat alfa qatnasi deyildi. Har bir o'rtaq bo'limga keladi. Qo'shim kvadrat alfa o'rtaq bo'limga keladi. Qo'shim kvadrat alfa. To'g'ri, qo'shim kvadrat alfalarni alımını alamizmi? Alımında turligicha qo'shim kvadrat alfa alımını qo'shim kvadrat alfa qisqaradi. Formula to'liq natijasiga qo'shim 2 alfadan bir ishlar berib olinadi. Tushundingmi? Mana bir trigonometriyalik tepki-tekisliklar turlendirүү деген taqdir өте тамаша taqdir qo'yib, formulalarni bilsеңдер, әртүрлі әдіс-тәсілдерді өздеріне қай формула ұнайды, соны қолданып түрлендіріп, есеп шығара беруге болады. Жауабы бір болады әйтеуір. Түсінікті ме, балалар? Енді ары қарай қазір оқушылар, мұғалімдер бар, сендер оқушылар, сендер мұғалімдер түсіндіріңіз. Маған тоқталмай ма? Sabahki davranışlar ya, erken. Sabahki davranışlar erken өзінің несі бар ғой енді, өз атқан есептер біз білмейміз, қай жерге келіп тоқтады, не істеп жатыр. Өздеріңіз немесе мен слайдтағы тестіні орындатыңыздар, сәйкестендіру тестісі ашып қояйын, иә? Қалай, неге шығасыңдар олар?
Al balalar selamatsinizlarmi? Hozir muallimning жұмысын әрі қарай жалғастырамыз. Мынандай формула соны сәйкестендіруіміз керек деп тұр. Осыны сәйкестендіреміз. Қазір өздерің топқа бөлініп отырады. Сосын таратам өздеріне. Орындар. Біріншісінде синус 2 альфа, б 2 синус альфа, косинус альфа. Формуласы 2 синус альфа, косинус альфа. Бұлай. Әр қарайды. Косинус альфа. Косинус альфа. Кім жауап береді? Косинус альфа. Косинус альфа дегеніміз косинус квадрат 2 альфа және де синус квадрат. Қайтты жауабы қайтты екен? Жиді. Жиді. Ой. Тақтадан бөлек. Қағаздан бөлек. Әр қарайды. Тангенс 2 альфа деген. Тангенс 2 альфа. Тангенс 2 альфамыз. Барлық мектептің балалары орындап отырамыз. 135 сосын қайтып біттір отыр. Тангенс 2 альфа, 2 альфа, 2 тангенс альфа, 1 минус тангенс квадрат альфа. Маған жауап береміз. Тангенс 2 альфа. Сонда h, Жауап береміз. 3h. H-ге 2 тангенс альфа бөлінген 1 минус тангенс квадрат альфа. Әр қарай синус квадрат альфамыз. Синус квадрат альфамыз қайсысы? Синус квадрат альфа. 4 синус квадрат альфа косинус квадрат. 4 синус. Мынау е? 4 синус квадрат альфа, косинус квадрат альфа. 4-шісі ғой бұл, е? Синус квадрат альфа ғой. И косинус квадрат альфамыз. Косинус квадрат альфа қайсысы? Е дегеніміз 1 плюс косинус 2 альфа бөлінген 2. Косинус 2 альфаның синус квадрат альфамыз қайсысы? Синус квадрат альфа. Косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа. Синус квадрат альфамыз. Синус квадрат альфа. 1 минус косинус квадрат альфа. Синус альфамыз. Синус альфа. Мынау. 2 синус альфаның жартысы бөлінген. Тангенс квадрат альфамыз. 1 минус косинус.